1845 жылы Шыңғыс тауының бөктерінде қазақ халқының ұлы перзенті Абай дүниеге келді. Бала Абайдың жүрегіне ең алғаш мейірім ұялатқан оның дана әжесі Зере еді. Әжесінің ертегі, қиссалары мен жылы құшағы кішкентай Абайдың дүниетанымына алғашқы сәуле түсірді. Ал анасы Ұлжан текті, сабырлы, мейірімі мол жан болатын. Анасының жүрек кеңдігі, қарапайымдылығы мен адамға деген ілтипаты Абайдың бүкіл болмысына өнеге болды. Абай жастайынан білімге құштар өсіп, күн ұзақ кітап оқыды. Ол үшін ең үлкен қазына ғылым мен білім еді. Есейе келе ол халқына ой салған өлеңдер мен даналыққа толы қара сөздерін жазды. Әрбір жолында ақиқат, адамдық, әділдікке шақыру жатты. Туған даламен үндескен Абай домбыра шертіп, елдің әні мен күйін жүрегімен сезінді. Дала сазы, ел үні, табиғат тынысы оның шабытын оятты. Жылқының жалы, желдің сыбыры, кең дала бәрі Абайдың рухани дүниесінің ажырамас бөлігі болды. Абай шығыс пен батыстың ұлы классиктерін терең меңгеріп, олардың ойшылдығын бойына сіңірді. Осы рухани мұралар Абайдың әлемдік деңгейдегі тұлғаға айналуына жол ашты. Өмір бойы ол халқының болашағы үшін аянбай еңбек етті. Адамды адам ететін білім, еңбек, әділдік, мейірім екенін ұрпағына өсиет етті. Абай мұрасы Қазақстанның мәңгілік шамшырағы. Абайды оқу, өткенді тану, болашақты сезіну, ең бастысы өзіңді табу.